тамалынып. Я бала өте дәмді тағамдар бар. Маған кәмет беріңізші. Ұлың мектеп бітірген соң қайда жіберетін болып шештіңдер? Менің ұлым заңгер болады. Мінез соған ұқсайды. Прокуратураға жұмысқа тұрғызам. Солай емес пе қымбат? Біздің бір ұлымыз прокурор деп мақтанып жүретін шығармыз сонда. Керемет, нағашы екен. Ал біздің ұлымыз суретті жақсы салады, бірақ біз отбасылық бизнесті жалғастырсын деп шештік. Иә. Мен зейнетке шыққан соң біздің дүкеннің жұмыстарын кім жалғастырады? Енді ол сурет деген қол бос кезде де сала алады ғой. Қазір күн көру оңай емес. Ержанның баласы дизайнерге оқыды. Қазір ауылда жұмысшы жүр. Негіз мамандықты дұрыс таңдау керек. Дұрыс айтасың. Рәке, сенің ұлың да мектеп бітіргелі жатыр ғой. Сен не күндемей тұрсың? Менің ұлым өз мамандығын өзі таңдайды. Мен жай ақыл кеңесімді ғана айтып беріп отыра аламын. Жалпы бала деген өз таңдауын өзі жасау керек.